Армысыздар, құрметті ұстаздар және оқушылар. Біз екінші топтан құралған оқушылар, яғни Жарылқап Нұргүл, Ізбасқан Даниял, Әбдәшім Ерсұлтан, сондай-ақ Жанарбек Ажардан құралған оқушылар балаға әлеуметтік ортаның қандай әсер екенін зерттедік. Соны сіздерге назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, социумның балаға не беретінін анықтап алайық. Қоршаған ортаның әсері баланың дамуына және оның жеке басының қалыптасуына ықпал ететін қарым-қатынастар, идеялар мен құндылықтардың жүйесі болып табылады. Әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай отырып, бала қоғам нормалары мен құндылықтарын игереді, жеке мақсаттары мен мінез-құлық үлесін дамытады. Сонымен қатар өзінің іс-әрекетін мен айналасындағы әрекетін бағалау критерияларын анықтайды. Баланың жеке басының қалыптасуына не әсер етеді? Баланың дамуы мен тәрбиесі әлеуметтік ортаға байланысты. Мінез-құлық пен қарым-қатынастың негізі отбасында қаланады, бірақ тәрбиеде мектеп пен мектеп ұжымының маңызы зор. Бала өзінің себебі мектеп қабырғасында бала өзінің мен деген ұғымын қалыптастырудағы маңызды кезеңнен өтеді. Ал өзіне маңызды тұлғаларға еліктеп, белгілі бір жаста субмәдениетіне тән көзқарастар қабылдауы процесі жүргізіледі. Білім беруде белгілі бір мінез-құлық үлгілерін қалыптастыруда теледидардың маңызы зор екенін ұмытпау қажет. Әлеуметтік ортаның бала тәрбиесінде маңызы бар ма? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Осыған байланысты біз балаға әлеуметтік ортаның әсері теріс пе, әлде оң ба деген сауалға 20 оқушыдан сауалнама алынды. Соның 17-сі оң деп баға берсек, ал соның 3-еуі теріс деген баға берді. Оң деп баға бергендердің ойлары бойынша, олар оң әлеуметтік орта барынша жақсы болған сайын балаға ресурстарға қол жеткізу ыңғайлырақ болады. Сондықтан да олар оң деген баға берді. Ал теріс деп баға бергендердің ойлары бойынша, оларға әртүрлі факторлардың әсер етуінен бала өзінің жеке басын қамтамасыз ете алмайды деген топшылады. Ал енді психологтардың ойлары қандай екенін біліп көрейік. Психологтардың ойлары бойынша әлеуметтік орта физикалық ортаға, қауымдастық ресурстарына, әлеуметтік қатынастарға, ата-аналар үшін жағымды әлеуметтік орта мен қарым-қатынастың маңыздылығына, мотивацияға, физикалық денсаулыққа әсер ететінін айтады. Ендеше теріс пен оң әсерін талдайық. Бізде шаян менталитеті деген менталитет бар. Бұл атау шелекке салынған шаяндардың мінез-құлқынан шыққан, шаяндардың белгілі бір шелектен шыға алатын, алайда олар шелектің шетіне жеткенде басқа шаяндар оларға жабысып, олардың шығуына кедергі болатынын баяндайды. Дәл солай адамның өмірінде де оның қоршаған адамдардың өмірге деген ынтасына байланысты адамның болашағы жетістіктері анықталады. Яғни баланың дұрыс достар мен жолдастар табуына байланысты болып келеді. Оң әсеріне бізде өз жолдастарына қарап мотивация алуы, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп дана халқымыз айтқан. Материалдық деңгейі бар жағдайда оны білім алу негізінде қолдану, жақын адамдарды қолдауы, дұрыс тәрбие нәтижесінде өзіне сенімді болу, әртүрлі салаларға қызығушылық туындауы. Ендеше біз осыған байланысты зерттеулер іздеп көрдік. Осы алдарыңызда тұрған 3 зерттеуді анықтадық. Және де осы жерде бізге әлеуметтік ортаның балаға қандай әсер бар екенін зерттелген. Ал енді қорытындылай келе, қоршаған ортаның балаға деген әсері бар, және ол жоғары екенін мойындау қажет. Зерттеулерге сәйкес бала оны қоршаған адамдарды үлгі алып, оларға еліктей бастайды. Көп жағдайда еліктеу мысалы баланың ата-аналары болады. Сондықтан да бала өсіп жетілуіне деген негізді оның ата-аналары қоятынын ұмытпау қажет. Ал ары қарай сол негізмен дами бастайды. Алайда бұл жерде шешуші заттардың бірі ол баланың өзінің осы заттарға деген қарым-қатынасы. Мысалға, бір затқа ренжу немесе ренжімеуі, біреуден үлгі алу немесе жиренуі. Осындай секілді таңдаулы адам өмір бойы таңдай алады. Және шешім таңдау толықтай оның қолдауында болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.